Сәлем қымбатты көрермендерім, бүгін сіздерге осындай керемет дәмі тіл үйіретін, жұп-жұмсақ, ауызда ерейтіндей керемет қуырдақтың рецептімен бөліспекшімін. Видеоны соңына дейін көруді ұсынамын. Бүгінгі біздің қуырдағымыз жылқы етінен болмақшы. Неге жылқының бауыры, өкпесі және анау талағы, жүрегі және кішкене еттен де қосып жібереміз. Кейбірлер өкпе бауыр жемейміз деп жатады, бірақ олар өкпе бауырдың сондай көп дәруменнен тұратынын білмейді. Негізі дәмді қылып пісірсе, ол өкпе бауырлар да керемет, адам жегенге сондай жағымды болады. Міне бірінші іш майын бөлек майдалап турап қуырып аламыз. Мынау менде бүйректің жан-жағындағы май. Қуырдақты өстіп іш майға қуырған өте дәмді болып шығады. Бұл жылқының майы, іш майы тоңбайды. Ал сиырдың іш майы болса тоңып қалады. Енді мінекей. Оған мен кішкене өзімнің бөлек дайындап қойған іш майым бар еді, ертіп қойған. Содан да кішкене бір қасықтай салып жібердім. Сәл ана іш май түбіне жабыспас үшін. Неге осыны әбден қызартып, әдемілеп қуырып аламыз. Қуырып болғаннан кейін бұл іш майды алып тастаса да болады, бірақ мен бұл іш майды алып тастамаймын. Түбінде қалдыра саламын. Неге қызарыңқырап қалды. Қазір қызарып дайын болған кезінде жаңағы еттерімізді, өкпелерімізді сала береміз. Ал бауырды пісуге жақындағанда салып жібереміз. Әйтпесе бауыр қатып қалады. Мінекей жүректі кез келген турап дайындап сала береміз. Мына арасында, жүректің арасында бір тамырлар болады. Сол тамырларды кесіп алып тастаймыз. Мінекей мынау талақ. Ол да жесеңіз өте дәмді жері. Қымбатты көрермендерім, егерде сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле отырыңыздар. Өйткені менің каналымда көбінесе тіркелмеген адамдар көреді екен. Ал тіркеліп көрсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Және лайк басып, комментарий жазып отыруды ұмытпаңыздар. Сіздер үйде қалай қуырасыздар қуырдақты? Немесе білмесеңіздер, осыны көріп жасаңыздар. Мына кішкентай қыздарға көрсетіңіздер, жас келіндерге, білмейтін адамдар көрсін. Неге шетінен еттерімізді салып қуыра береміз. Негізі қазіргі заманда бір нәрсе білмеймін деу ұят. Өйткені осы ютубта барлығы толып тұр. Қандай тамақ жасайды, қандай басқа салаттар жасайды. Осыны көріп-ақ жасай беруге болады. Өйткені бүге-шүгесіне дейін барлығын түсіндіріп айтып жатырмын. Неге жақсылап қуырамыз, суы тартылғанша қақпағын жауып, сол өзінің бойындағы суымен еттеріңіз пісіп қалады. Бір жарты сағаттай уақытта пісіп қалады. Неге пиязымызды, 2-3 бас пиязымызды турап алдық. Және осы суы тартылыңқыраған кезде салып қуыра береміз. Картофелімізді турап дайындап қоя береміз. Қазанымызда пиязымыз етімізбен қосылып қуырылып жатыр. Уақытты күйдірмей арасында өстіп дайындай береміз. Мен бәрін алдын ала дайындамайым. Тамақ жасап жатып, бірден дайындай берем. Сол кезде уақыт үнемді болады. Неге бауырды турап дайындап қоямыз жіңішкелеп. Кейін жақындағанда салам. Бұл бауырдың өзінің біраз авторитеті бар. Біздің Қазекең құдасына жегізет бұны. Сондықтан бұны бауырды жеп тұрған абзал. Пиязымыз қуырылып болып қапты. Енді картофелімізді салып сәл қуырамыз. 10 минуттай кішкене қайнатып қоямыз. Одан кейін турап қойған бауырды саламыз. Неге кішкене қуырамыз. Көп қуырудың қажеті жоқ. Картоп езіліп кетпеу керек. Енді картоп қоспай қуырдақ жасайды деп шығады көбісі. Бірақ дегенмен осы қуырдаққа қосқан картошканың дәмі өте керемет болады.
Сондықтан мен осыны қосамын. Және кішкене дәміне қарай тұз саламыз. Кішкене қара бұрыш салдым және зіра салдым. Зіра бұған өте керемет дәм береді. Негізі басқа да кішкене приправа қоссаңыздар болады. Дегенмен маған сол табиғи қара бұрыш, зіра, кинза деген дәмдеуіштерді жақсы көремін. Тамақтың дәмін жақсы келтіреді, кез келген тамақты. Неге болып қалды, уже құрыпта, енді жаңағы астын басып, кішкене ғана бір жарты пияладай ғана, немесе бір пияладай ыстық су құямыз. Сол кезде қуырдағымыз сулы, әдемі болады. Неге қуырдақ дайын болды. Бетіне кішкене пиязымызды, укроп, петрушка болса, оны да сеуіп қойсаңыздар әдемі болады. Неге сондай сулы, әдемі болды. Үйлеріңізде жасап көріңіздер. Білмейтін жас келіндерге, қыздарға жіберіңіздер, үйренсін, білсін, көрсін. Әр қазағымның қазаны қуырдаққа толы болсын деп видеомды аяқтаймын. Аман сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.